Глазгодан сәлем. Қымбатты достар, мен бүгін сіздерге арнап влог түсірем деп шештім. Менің бүгінгі влогымда ешқандай жерге қыдыру болмайды, тек қана оқу процесі түсіріледі. Өйткені менің қазіргі уақытымның басым бөлігі кітапханада өтіп жатыр. Диссертация жазып жатырмын. Тек мен ғана емес, көптеген қазақ студенттері де тура сондай жағдайды бастан кешіріп жатыр. Бүгінгі влогты осы оқу процесіне арнағым келді. Кітапханада не істеймін, менің қасымда қандай басқа студенттер бар, қызық болатын шығар деп ойлаймын. Және де бір жағынан бұл влог мен өзіме естек болып қалса екен деп. Кеттік. Айтпақшы, бізде мынадай қызыл донейшнға қорапшалары қойылған. Артық қалған, келмейтін, бірақ таза, дені түзу киімдеріміз болса, осы жерге тастап кетуге болады. Біздің жатақхананың тура алдынан мынадай дүкен ашылды. Қазір көрейік. Айтпақшы, мынау менің жатақханам. Collegelands деп аталады. Көрініп тұрма күннен. Бұл жатақхана 8 қабатты. 2012 жылы ашылған. Бағасы да аса қымбат емес. Мен өзім жатақханама ризамын. Бүгін Глазгода күн шығып, керемет ауа райы болып тұр. Өкінішке қарай бізде мұндай ауа райы сирек. Қазір мысалға шілде айы болса да, мен мынадай жылы жейде киіп алғанмын, иә. Айтпақшы, мен Havana Street деген көшеде тұрамын. Маған өзімнің тұратын көшемнің аты өте қатты ұнайды, өйткені менің құрбыларым осы жақта менің көшемнің атын айтқан кезде әндете жөнеледі. Havana unana да 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 на унана деп. Моя иния, моя тонкая линия, нежности бриллиант, на 1000 карат, эй, нам пора домой, кель, это мой парад. Қазір мен сіздерге университетімнің ең басты корпусын көрсетемін. Көрініп тұр ғой, иә? Негізінен менің университетім Research University болып саналады. Жас университет салыстырмалы түрде шамамен бір 200-250 жылдық тарихы бар. Бауырым, бесте кел маған, төнбесін еш қатер. Менде қазір бөлмемде мынадай шашылып жатыр, бардак болып жатыр. Себебі басқа бөлмеге көшейін деп жатырмын. Біздің жатақханамызда жөндеу жасалып, бізді су жаңа бөлмеге көшірейін деп жатыр. Мынау менің жинап қойған заттарымның бір парасы. Ресепшннан мынадай арба сұрап алып келгенмін көшуге ыңғайлы болу үшін. Бүгін мен жаңа бөлмеме көшіп жатырмын. Маған жеткілікті қорқыныш сенің биігің, темір билігің. Ұмыттырды үмітімді, алдыда кетіп қалды да, енді неге келді қайтадан. Алданайын болса да айдан ана, қайталайын тағы да, міне тағы да. Үнімді қайтар, айтарым бар, бірақ қалай айтам. Назарым басқада алғыр сайттан, бұндайыңды алдың қайдан. Бастысы белгілер, қимыл әрекет. Закажет этот огромный поднос. Не, он огромный. Люди говорят, на одного человека потом приходится. Бұл қыз Барселона қаласының фанатымын. Сол үшін Барселона клубына жанкүйермін. Жанкүйер, да? Бірақ футболда не разбираюсь. Әсел апам қатты ренжіп отыр.
әсел сен ненің фанатысың айта ал. Ливерпуль. Сіздің Ливерпульда ең сүйікті неңіз кім? Мухаммед Салах. Да? Да. А чё? Это просто... Это тот, который Россия, тебе сказать, студенттік өмірлеріңіз туралы бір ауыз сөз қыздар. Студенттік өмір керемет. Глазго екінші родной город болып кетті ғой. Шотландия қалай сіздерге қыздар? Шотландия керемет. Сөзсіз керемет. Несі ұнайды, Назым ханым? Әрине. Адамдары зелень бесконечный. Жап-жасыл. Иә. Ну, семейде де енді жасыл бар, бірақ семейде қарды сағындым негізі мен. Да? Иә, аяз. Өскеменнің қызы Семейдің қызын тролльтетіп отыр. Бұл біздің Назым ханым, Ирина Кайратовнадағы әйгілі Азамат Маркленов пен Ұлан Қайраласовтың сынып жетекшісі болған. Надеюсь, ты это не будешь выкладывать. Буду. Сондай креативный жігіттерді класс жетекшісі болған керемет ұстаз. Саяжан ханым, сізге сөз береміз. Шотландия туралы не айтасыз? Осы жаққа келгеніңізге қуаныштысыз ба? Иә, мен өте қуаныштымын. Мгм. Шотландия маған өте ұнап қалды. Мгм. Әсіресе Глазго қаласы, Мгм. Глазгоның адамдары, Глазго. Глазго самый душевный город. Мгм. Мгм. Обожаю Глазго Ботаник Гарденс. Сен көп барасың ба ол жерге? Иә, мен үйім жағында. Біздің Саяжан ханым Алматы қаласындағы энергетикалық университетті бітірген. Мамандық инженер. Иә? Дұрыс па? Энергетик, инженер. Алматыда жұмыс істеген, Өскеменде жұмыс істеген. Тәжірибесі өте мол, керемет жас маман. Камеру уберите. Заберите! Журналисты достали, да? Папарацци, да? Четверг. Бәріміз кітапханада осындай қазақтар бәріміз кездесіп қаламыз. Не істеп жатырсыз? Осылай кездесіп қаламыз, тамақ жеген кезде, шай ішкен кезде. Әңгімеміз бітпейді. Әңгімеміз бітпейді, иә. Сол, солтүстік, оңтүстік, шығыс бәріміз кездесіп керемет бір шұрқырасып қалдық десек болады. Какой привет такой ответил? Жоқ, біз магазинге барайық десек, мына қыз уже алып келе жатыр заттарын. Ұят қайда? Ұят жоқ. Не әңгіме, не әңгіме, да? Просто Эминді тыңдап басым айналып кетті. Сен жақсы көресің ба? А студиямен өлең Нет, жасырсың у ба? него новая песня с этим, с Чумаковым. А Вообще. студиямен? Да? Я вот сегодня послушала только что. кем? Чумаков Алексей. Чуваков. Чуваков. На краю пропасти. Сол әнді тыңдап Айтпайсыңдар ма мен басым тыңдайтын? айналып кетіп қалған ғой. Қой барып. Вообще сен тағы Я сок тоже сатып как алдың раз ба? хотела за соком идти. Бір күнде 2 литр сок. 2 литр сок. Как лазить, да? Арақ ішкенше, пиво ішкенше сок ішіңіздер. Не деген рекомендация, не деген посыл. Это я должна говорить, как Ладно. я медик. Не деген. Мое тело храм. Да. Сен мое тело храм дейсің. Қараңдар. Мынау алма қосылған, ішінде қанты көп. Қойсайшы, просто алма ғой. А, просто алма. Просто алма. Окей, А тут reduced fat, короче. Айтпақшы, мен соңғы уақытта скриптонитті тыңдай бастадым. Бұрын оны мүлде тыңдамағанмын, бірақ оны жамандаған да жоқпын, одан қашқан да жоқпын, бірақ так получилось, что мен қазір тыңдап жатырмын оны. Әндерінің көпшілігін білем. Маған ең қатты ұнайтындардың біреуі «Танцуй сама», «Подруга», «Стиль». Я дарю стиль тем, кому до него нельзя. Да. Біз дүкеннен мынандай заттар сатып алдық. Және де мынандай сок алдық. Әсел, көрсетіп жіберіңіз. Әсел, қандай сок еді анау? Апельсин мен мангоның соғы. Почему тебе перед камерой в тему? Бізде қазір үзіліс. У нас как это есть, как эти реалити-шоу. Они там кушают, учатся. Ну да. И типа не замечают то, что камера, короче. Бізде не замечаем, Да, они точно не замечают. да? Бізде үзіліс қазір. Біз диссертация жазып жатырмыз кітапханада. Сол. Да. Арасында шабыт болмай кеткен кезде өстіп далаға шығып осындай заттар сатып алып шамалы миымызды тынықтырамыз.
Почему у тебя крышка больше, чем у меня? Знаешь, что это значит? Это значит, что уровень у меня выше. Диссертацияны аман есен аяқтап, елге аман сау оралайық. Аминь. Давай.